Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Қазір Алмабақта тұрмыз. Алмабақта көріп отырсыздар, жоғарғы жапырақтар сарғайып тұр. Жерді көруге болады. Оның негізгі себебі жапыраққа темірдің жетіспеуі, темір элементінің жетіспеуі. Өйткені көп жағдайда өздеріңіз білесіздер, азот жетіспесе де сарғаяды. Бірақ азот жетіспесе кәрі жапырақтар, ескі жапырақтар сарғаяды, төменгі жақтағы жапырақтар. Өйткені азоттың бір ерекшелігі ол ескі жапырақтан жаңа жапыраққа азот ауысалады. Яғни өзін ескі жапырақтар жаңа жапыраққа азотты бере алады өз бойындағы. Ал темір олай өтпейді. Жоғары жапырақтар сарғайып тұрса, ол темірдің жетіспеушілігінің белгісі. Ал оған қарсы тамырына темір көмем немесе шеге қағам деген әңгімелер болмайды. Минералдық түрде беру керек, жапырағынан беру керек. Не үшін көбінесе темір жетіспейді? Өйткені топырақ сілтілі болуы мүмкін. Топырақ сілтілі болған кезде темірді дұрыс сіңіре алмайды. Сол үшін жапырақтан беру керек. Неше түрлері бар? Хелатты түрлері бар. Хелат железа дегендер бар. Соларды аласыздар. Оларды кез келген агромагазиндер сатады. 100 грамдық, 10 грамдық, 5 грамдық. Соны аласыз, шашасыз. Бір емес, бірнеше рет шашу керек. 2 рет, 3 рет деген сияқты. Ал темір жетіспесе, сарғайып тұрған бұл жерде хлорофилл аз болады, яғни фотосинтез аз түзіледі. Соның нәтижесінде жемісіңіз дұрыс өспейді, дұрыс піспейді, өніміңіз аз болатын болады. Соның темір жетіспеушіліктің нағыз бір көрінісі осы.